Егер туыстарыңыз немесе достарыңыз сізге ұзақ уақыт қоңырау шалмаса, онда олардың жағдайларының жақсарғаны. Байлықта дос көп, кедейлікте туыс та жоқ. Кедей туыс, қашанда алыс туыс. Енеңізді абайсызда өзгертпеңіз, келесісі одан да нашар болуы мүмкін. Егер сізге ақша керек болса, бейтаныс адамдарға барыңыз. Егер сізге кеңес керек болса, достарыңызға барыңыз. Ал еш нәрсе керек болмаса, туыстарыңа барыңыз. Жақындарыңызды қайта жасауға тырыспаңыз. Адам сіздің қалауыңыз бойынша өзгермейді. Ол тек жалтарып кейіп танытып, өтірік айта бастайды. Ешқашан туыстарыңызға қарсы болған адамды қолдамау керек. Тіпті оныкі дұрыс болса да. Ешқашан туған туыстарыңызды жақсы танимын деп айтпаңыз, егер олармен мұра бөліспеген болсаңыз. Әрқашан құрудан гөрі бұзу оңайырақ, кешіргеннен гөрі ренжіту оңай. Өтірік айту әрқашан сенуге қарағанда ыңғайлы, ал жақсы көрмеу сүюден әлде қайда оңай. Кемшіліктеріңізбен күреспеңіз, жай ғана жаңа қасиеттерге ие болыңыз. Тұйықтан шығудың әрқашан бір жолы бар. Сізге тек бұрылып, басқа жолмен жүру керек. Егер сізге біреулер өзгергеніңізді айтса, онда сіз бұрынғыдай оларға ыңғайлы болмағандығыңыздың белгісі. Жалқауларға көмектесу арқылы сіз оларға мойныңызға отыруға көмектесесіз. Сөздер кілт сияқты. Дұрыс таңдау жасау арқылы кез келген жүректі ашып, кез келген ауызды жабуға болады. Көтерілгенде достарың сенің кім екеніңді біледі. Құлаған кезде достарының кім екенін білесің. Әрқашан адамдарға екінші мүмкіндік беріңіз, және ешқашан үшіншісін бермеңіз. Өз бостандығына жету үшін, өз өмірін қатерге тігуге батылы жетпеген адам құл болуға лайық. Батылдық қорқыныштың жоқтығы емес, қорқынышты басқара білу. Жақсымын деп айтпаңыз, адамдарды ашуландырасыз. Сізде бәрі жаман деп айту арқылы жауларыңызды қуантасыз. Ал жалпы, аз сөйлесеңіз, айналаңыздағы адамдар жақсы ұйықтайтын болады.